Отбасы хрестоматиясы сериясының салт дәстүр сөйлейді кітабынан таңғы асты тастама. Бірде Жақып пайғамбар таңертең жолға шықпақ болады. Бәйбішесі: "Мына таңғы асты ішіп кет, шайды дайындап қойдым" дейді. Жақып: "Жолдан қалармын" дейді де бұрылмай кете береді. Жолда келе жатса алдынан жылан кездеседі. Жақып оңға қарай жүрсе, ол оң жаққа, солға қарай жүрсең, жылан да солға жүреді. Bir кезде Жақып қамшысын алып: "Мен пайғамбармын ғой, неғып жолымды бөгейсің" деп жыланды осып жібереді. Жылан ініне қашып тығылады. Жақып әрі қарай жүре береді. Атының аяғы бір тесікке тығылып, өзі аттан құлап түседі. Қараса, атының алдыңғы аяғы сынып кеткен екен. Жақып атын жетектеп, кейін қарай үйге қайтады. Бәйбішесі алдынан шығып: "Не болды?" деп сұрайды. Жақып: "Атымның аяғы қайырылды" дейді. "Мен біліп едім. Таңертең ықыласымды ескермедің. Сен үшін ерте тұрып ас дайындап едім. Дәмнің киесі ұрған ғой" дейді. Осыдан бастап қазақ арасында таңғы асты тастама, кешкі асты бақпа, таңғы ас тәңірден, таңғы аста несібе көп деген түсініктер тараған деседі.